Ақ кеме 4 бөлім. Авторы Шыңғыс Айтматов. Күз дегенің бір күнде түспейді. Мысық табандап әуелі жайылымнан бастап жоғары өрмелейді. Міне, қазір айнала сарғая бастаған шөптерде. Ағаш жапырақтары да бір рең алған. Жидек мәуелер піскен. Кешегі қозылар марқайып тоқтыға айналған. Енді еркек ұрғашысын айырып отарларға бөлді. Әйелдер жаз бойы жайған құрт ірімшектерін жинап буынып түйініп жатты. Малшылардың бас көтерлері қыстауға барар көшті кім бастайтынын кеңесіп алды. Көшердің алдында Оразқұлмен жазда уәде байласқандары пәлен күні пәлен сағатта машинамен қорымға келеміз. Сонда бәрі дайын болсын десіп алдын ала ескертті. Міне, бүгін көз байлана 2 үлкен шырша бөрене алып кету үшін жетекті машина келеді. Оның біреуін төменде өзеннен өткізіп, машинаның келетін жеріне тақап алдын ала дайындап қойған. Екіншісін осы қазір сүйреп келе жатыр. Оразқұл мына машақат қорлықты көргенше осы бөренелер үшін жаз бойы мұртын майлаған марқаның етімен ішкен арақ шарабын қазір қас қаққанша қайтаруға даяр. Әттең, ондай дәулетті бұған кім берсін? Амал жоқ, осы тауға таңылған қарғыс атқан тірлік тағдыр. Лағынет қамыт мойын бұлтартпайды. Бұларды түн жамылып алып кету үшін кешке машина келеді. У-шусыз аман сау кетсе құба-құп. Жолдың өзі совхоздың үстімен дәл кеңсенің алдымен өтеді. Бұрыш жолы құрғыр да жоқ. Кейде совхозға госинспекцияның милициялары келіп жүретіні бар. Аудан басшыларынан да ел кезіп жүретіні аз ба. Тек солардың көзіне түсуден сақтасын. Бұларды көрсе шап беріп ұстап, қайдан әкеле жатырсың деуінде сөз жоқ. Осы ой оралғанда Оразқұлдың тұла бойы түршігіп, денесі мұздап қоя берді. Айналадағының бәріне мына миды шағып шулап жүрген қарғаларға, дәрменсіз бейбақ момын шалға, бұдан 3 күн бұрын шаһарға картобын сатуға кеткен Миғұла, жалқау Сейдахметтің қылығына ыза болып, зығырданы қайнады. Тау басынан бөрене түсіру керек екенін Сейдахмет ит білді ғой. Есебін тауып тайып берген жоқ па? Ол базардағы өзінің шаруасын бітірмей оралмайтыны белгілі. Егер ол болғанда бөренеге шалмен екеуін жіберіп, өзі мына қорлықтан аулақ, үйінде шырт түкіріп жатпас педі. Енді Сейдахмет көз алдында жоқ. Шетінен мойнын бұрап қырып салар еді. Мына қарғаларға да қол жетпейді. Тым болмаса әйелін қамшының астына алып, ашуын тарқадар еді. Үйге жетуге де әлі біраз жер бар. Бар көзіне ілінетіні момын шал. Мына орманның қапас тымырсық ауасынан демі тарылып, аттап басқан сайын аузынан ақ ит кіріп қара ит шыққан. Оразқұл қарсы алдындағы бұта шатқа қарамай, бұза жара атын да шалды да аямай өңмеңдей тартып келеді. Мейлі, шалдың жүрегі жарылсын. Дәл осы жолы ат та арам қатсын. Өзі тіл тартпай кетсе де бұған қазір бәрібір. Бұл көрген азапты өзге жұрт та бірдей көрсін. Оразқұлдың мүлде мәртебесіне, кісілік қабілетіне сай құралмаған мына дүние түгел опат болып, неге қараңғалмайды? Ашуға булығып, бойын билей алмаған Оразқұл, шат тоғайшыққа қарамай аттың басын жар қабаққа төте тартты. Енді бөренеге момын шал ие бола алмай көрсін. Қалай қайқаңдар екен? Сәл тайдырса қақпас шалды тұрған жерінде қатырам деп ойлады Оразқұл. Басқа уақытта бөрене сүйретіп келе жатқанда мұндай қатерді жарқабаққа ол жуымайтын. Албасты басып ашу үстінде аңғармапты. Момын шал тоқта деу былай тұрсын. Ойбай-ау, байқасаңшы, қайда тартып бара жатырсың дегенінше болмады. Атқа жегулі бөрене жолындағының бәрін жайпап, домалай жөнелді. Жасаң, зілдей бәле арық берсін бе? Тоқтатуға ұмтылған момын шалдың төсей берген сотасын қолынан жұлып кетті де төмен сырғи берді. Бәрі де көзді ашып жұмғандай болған жоқ. Бөрене салмағынан қабырғалай құлаған ат та төмен кетті. Ат құларда Оразқұлды қағып кеткен екен. Әр бұтаға жармасып бойына ие бола алмаған ол да домалап бара жатыр. Осы сәтте жасаң жапырақты тоғайдың ішінен мүйізді бір жабайы аңдардың үрке жөнелгені байқалды. Бұта шаттардан атыла қарғып әп сәтте қалың тоғайшыққа еніп жоқ болды. Марал,
Маралдар ғой мынау, деп қуанышы мен қорқынышы аралас айқайлап жіберді момын шал. Енді өз көзіне өзі сенбегендей үні өшті. Кенет тау іші тым-тырыс, қарғалар да құйын соққандай жоғалып кеткен. Әлгі бөрене жолындағы жас қайыңдарды жайпай етекке барып тоқтапты. Ат болса, өзінің жүген шылбырына сүріне-мүріне орнынан тұрды. Үсті басының дал-далы шыққан Оразқұл анадай жерде әлі жылжып барады. Момын шал күйеу баласының қолтығынан көтеруге тұра ұмтылды. О, әруағыңнан айналайын, бұғы ана, сол ғой бізді жаңағы апаттан алып қалған. Сен байқадың ба? Жаңағылар бұғы ананың ұрпағы ғой. Оралған екен ғой киелі анамыз. Жаңа көрдің бе? Аман қалғанына әлі сене қоймаған Оразқұл өз қылығынан ұялса да қабағынан қан жауып, қағынып орнынан тұра берді де. Оттамашы, әй шал, жетті. Ана атты босат, оралып қапты ғой. Момын тіл қатпастан атқа қарай ұмтылды. Ой, айналып кетейін бұғы анамай, деді ол өзіне өзі, қуанышы қойнына сыймай міңгірлеп. Келген екен ғой марал да біздің орманға. Ұмытпаған екен-ау киелі анамыз біз сорлыны. Кешірген екен ғой біздің бір кездегі кінәмізді. Не былшылдап жүрсің, әй шал, деді Оразқұл тістеніп. Ол енді ғана үрей қорқыныштан құтылып, бойын тежей баяғы ашуына қайта басты. Баяғы ертегің бе айтып жүргенің? Өзің алжыған соң жұрттың бәрі алжыды деп ойлаймысың, ей? Сенің осы сандырағыңа кім сенеді деп жүрсің? Ойбай-ау, өз көзіммен көрдім ғой. Бұлай қарай үрке қашқан маралдар, деді момын шал бой бермей. Балам-ау, өзің де көрген жоқ па едің? Жоқ, көрдің. Ал көрдім, үшеу ме, төртеу ме, әйтеуір осы жерден өткендей болды. Дұрыс айтасың, үшеу. Маған да үшеу болып көрінді. Я, онда не тұр екен? Марал болса марал, ол бұлай тұрсын. Осы жерде адам өліп қала жаздаған жоқ па? Неге мәз боласың? Егер жаңағы көрінген марал болса, мынау асудың ар жағынан келгенде. Осы таудың ар жағындағы ормандарда Қазақстанның жерінде марал өсіреді дейтін. Оларда да осындай орманды маралдың қорығы еткен шығар. Келсе келсін, онда біздің не шаруамыз бар? Қазақстан үшін басымды ауыртпаймын. Мүмкін осы жерді мекендеп қалып қояр, деді ежіреп момын. Қалса қандай абзал болар еді. Кәне, болды енді, кеттік, деді Оразқұл оның сөзін бөліп. Олардың бөренемен әуреленуіне әлі біраз жер бар. Ең азабы анау өзеннен өткізу. Онда да атқа жегіп, өзің домалатып, машақатқа батасың. Азаптың үлкені алда. Одан аман есен әрі шыққан соң машина тоқтайтын етекке жеткізгенше де талай тер төгіледі. Тозақтың көкесі әлі алда. Оразқұл өзін дүние жүзіндегі ең сорлы адамдай сезінді. Айнала қараса дүниеде түк әділет жоқ сияқты көрінеді. Ана тауды қарашы, еш нәрсе сезбейді, тілемейді, сұрамайды. Еш нәрсеге жаны ашымайды. Біреуді мүсіркеу, аяу дегенді білмейді. Сол мелшиіп мәңгі бақи тұрған қалпа. Орман болса мынау, қысың да бірдей, жазың да бірдей. Екеуінен де жәбір көріп жатқан бұл жоқ. Қарғалардың кәсібі әне, жалп-жалп ұшып айнала қарқылдағанына мәз. Өзмен өзі. Әлгі маралдар ше? Маралақ бола қойсын солар. Олар да анау асудың ар жағынан келген. Енді осы орманның ішінде өзмен өзі емін еркін кезіп жүреді. Анау шаһардағы адамдар болса ертелі кеш, басқаны айнадай асфальт, мінгені такси, отырғаны ресторан, төрт жағы құбыла. Ойына не келсе соны істейтін жандар. Ал бұл болса жабай жартас, мылқау тау, меңіреу орманның ішіндегі тағдыр талақ еткен бір бейбақ. Ер қара серік деген атасының түрі мынау. Көз ашқалы құлпенде елпек момын аталумен келе жатқан қақпақ шал. Бақса өзінен ең ар жағы бұл да бақытты. Осы күймен жүріп тым болмаса ертегіге сенеді ғой. Бұл неткен ақымақ. Түптеп келгенде өмірде осындай ақымақтарда ғана арман болмайды. Ал Оразқұл өз болмысын иттің етінен жек көреді. Мына тірлік, бұл көрген күн бұған лайық емес.
Мұндай өмір құлпенде момындарға ғана жарасады. Момын сияқтыларға не керек? Мұндайлар кеудесінде жаны барда өле-өлгенше тыным таппай лағынет қамытын сүйреп жүре береді. Осы жасқа келгелі мұның сөзін тыңдайтын тірі жан болды ма? Бір адамға ақыл айтып, жөн сілтеп көрді ме? Жұрттың бәрі бұған үстем. Ең ар жағы өзінің кемпірінің айтқанын да екетпейді. Мұны балаша жұмсайды. Сондықтан да бұл сияқты меңіреулер ертегінің өзіне мәз болады. Жаңа орманнан маралдарды көріп еді. 100 жыл бойы зарығып таба алмай жүрген бауырларына кездескендей жыларманға дейін барды. Құрысын, айтып айтпай не керек? Бұлар итшілей отырып ең соңғы қиын кезеңге иек артты. Осы жерден басталатын шаппа жардың етегі өзенге барып бірақ тіреледі. Енді шамалы дем алу керек. Өзеннің арғы бетінде қорықшылар ауласындағы Оразқұлдың үйінің маңынан түтін байқалды. Түтінге қарағанда самауыр қайнап жатса керек. Демек, әйелі күтіп отыр деген сөз. Оны көзі шалғанмен Оразқұлдың бойы жеңілдеген жоқ. Қаншама аузын ашып, көзін жұмып дем тартқанмен ауасы құрғыр жетпейді. Өкпесі алқынып, жүрегі аттай тулап, басы қаңғырып, әбден берекесі қашты. Маңдайдан аққан ащы тер құйылып удай ашытады. Оның үстіне қарсы алдында мына құлама жар қиямет азабын дайындап тұр. Үйде болса бедеу байтал күтіп отыр. Әйел қайтсем бабын табам дегендей самаурынын бұрқыратып қойған. Кенет сол месқарын самаурды бір теуіп тас талқанын шығарғысы кеп кетті. Содан кейін барып әйелін қызылала қанға бояп, сілейтіп салса. Әйелдің таяқ жегендегі тірлігіне қарғыс айтып, зарлай жөнелген сөздері құлағына келгендей. Өзімен өзі бір рақаттанды. Солай болу керек. Құдай маған қуаныш, рақат бермегенде ол несіне жетісіп рақаттанады, деді ішінен. Мұның ойын момын шал бөліп жіберді. Ойбай-ау, балам-ау, ұмытып бара жатыр екенмін ғой, деді ол Оразқұлдың жанына аптыға жетіп келіп. Мен әлгі мектепке барып баланы алып қайтуым керек. Сабақтары бітіп қалды ғой. Я, онда не тұр екен, деді салмақты сабырлы үнмен Оразқұл. Балам, ашуды қой, бөрене осылай қала берсін. Төмен түсейік, үйіңе барып тамақтанып ал. Сол екі ортада мен атпен желдіртіп барып баланы алып қайтайын. Келісімен бөренені де жеткізерміз. Сен шал осы сөздерді айту үшін қанша ойландың, деді кекетіп Оразқұл. Шырағым-ау, бала жылап қалады ғой. Жыласа ше, деді ашу буған Оразқұл. Шалды осы бір жерде жерлеп алатын реті кеп қалды. Күні бойы қалай тиісудің есебін таба алмай келе жатқанда, шалдың өзі келіп білінді. Ол жыласа біз жұмысымызды тастап жүре береді екенбіз ғой. Мектепке апарып салам деп таң атпай миымды ашыттың. Жарайды, апардың. Енді мектептен алып кетем деп оттап тұрғаның мынау. Сонда мен кіммін? Мұнда біз әлде ойыншық ойнап жүрміз бе? Қойшы баламай, қайдағын айтпай, деді жалбарына момын. Осындай бір киелі күні әңгіме менде емес. Мен бәріне көне беремін ғой. Бала күтіп қалады. Мынадай күні баланың жылағаны. Қандай күнді айтып тұрсың? Немене? Бүгінгі күннің басқа күндерден не айырмасы бар еді? Шырағым-ау, маралдар келді ғой. Енді осындай қуанышты күні. Оразқұл шалдың мына сөзіне таңданғаны сонша, не дерін білмей аңтарылып қалды. Бағана сырғыған бөрененің астында қала жаздап, бұта шаттарды қармай домалап жан таласып келе жатқанда шала шарпы көзге елестеп өткен маралдарды алда қашан ұмытқанды. Өзі ажалдан азар құтылғанда, шалдың сандырағы мен маралда не шаруасы бар? Сен мені кім деп тұрсың? Деді ол ашуға булығып, шалдың жүзіне деміге таянып. Әттең сақалың жоқ. Тым болмаса қолға ілінетін 4 тал сақалың болса, жұртты өзіңнен ақымақ санағаның үшін бір талдап жұлар едім. Сенің маралдарыңды басыма ұрам ба? 4 құбылам түгел болды да. Енді сенің маралың қалды ма? Көп оттамай бөренені былай ыңғайла. Мына өзеннен өткеніңше үніңді шығарып көр. Не болар екенсің? Мектепте кім бар? Неге ол жылап жүр? Менің жұмысым жоқ. Жетер енді, ал кеттік. Момын шал бұған құлақ қақпайтын әдетінше үндеген жоқ. Ол мына бөренені әлі өткізіп,
жеткізгенше Оразқұлдың қолынан шықпайтынын біледі. Қанша жаны ауырып, жүрегі сыздаса да бір ауыз сөз айтпастан өлімін артып іске кірісті. Мектептің жанында немересі күтіп жүр. Барлық балалар үйді-үйіне тарқады. Тек қана оның жетімегі екі көзі жолда. Атасын күтуде. Шалдың көзіне жаңа ғана кластан жүгіре-жүгіре шыққан балалардың сандарын шапаттай үйді-үйіне тартып бара жатқаны елестеді. Қарны ашқан балалар кластан шығысымен мұрындарына үйінде дайын тұрған тамақтың иісі келеді дағы, өз терезелерінің алдынан өткенше алды-арттарына қарамай тартады. Шешелері болса күтіп отырады. Жас балалардың жүзінен кетпейтін бір ғажайып күлкісі болады. Оны көргенде ана атаулының басы шыр көбелек айналады. Не болса о болсын. Олар балаларының жүзіндегі осы бір күлкіні көргенде қайғы қасірет, реніш күйініштің барлығын ұмытады. Апыл-ғұпыл кіріп келген баласына қолыңды жу дегеннің өзінде даусы қатал шыққанымен жүректің түбінде бір жасырын мейірім жатады. Баланың күлкісі бар әлемнің жарығындай жадыратып кетеді. Мектепке барғалы момын шалдың немересінің қолы ағал-сағал сия бояуынан арылған емес. Момын шал осының өзіне қуанады. Демек, немересі тегін жүрген жоқ. Міне, қазір ол жолға шығып, өзінің жан серігі биыл жазда алған портфелін құшақтап, сол ағал-сағал күйі тұр. Күте-күте шаршаған да шығар. Атасы желе жортып енді шыға келетіндей телміріп таудың етегінен көз алмайды. Бұрын соңды кешікпеуші еді. Оны айтасың, кейде уақытынан ерте келіп, анадай жерде асыға күтіп тұратын. Басқа балалар үйді-үйіне тұра жөнелгенде, бұл «Ал кеттік, атам күтіп тұр екен» дейтін портфеліне. Жетіп келіп атасын аймалап, қойнына еніп кететін. Атасының өзіне ғана тән ащы терінің иісі, бұған дүниедегі бір сүйікті хош иістей көрінетін. Шалдың тұла бойынан ең ар жағы шөптің ашқылтым иісі де келетін. Өйткені осы кездері өзеннің арғы бетінен күн сайын атына теңдеп пішен тасиды. Көз бойы жинап алмаса, ертең қалың қар түскенде аттап баса алмай қалады. Сондықтан шөп иісі де атасының бойынан көп уақыт кетпейтін. Келген сайын атасы баласын артына мінгестіріп алып, кейде желе жортып, кейде аяңдап, кейде болмашы бір әңгімелерді айтып, кейде үнсіз келе жататын. Сөйтіп тау асып, өздерінің мекені Сантас қойнауына келетін. Баланың мектепке деген ыстық ынтасы кемпірдің шынына тиетін еді. Көзін ашар-ашпастан жалма-жан киіне бастап, кітап-дәптерлерін портфеліне салады. Әсіресе жатарда портфелін бас жағына қойып жатқаны кемпірдің ашуын келтіретін. Осы портфел сенің әкеңнен қалып еді? Құдай оңдап осы бәле қатының болса, бізді қалың малдан құтқарар едің, дейді ол зығырданы қайнап. Баланың оған көңіл аударып, тыңдап жатқаны шамалы. Өйткені кемпірдің бұл сөзінің мағынасына түсініп жатқан ол жоқ. Әңгіме сабақтан кешікпеу. Аулаға жүгіре шығып, атасын асықтыра бастайды. Тек қана мектептің төбесі көрінген кезде оның жүрегі орнына түседі. Дегенмен бір жолы кеш қалып қойғаны бар. Өткен аптада таң атар атпастан момын арғы бетке, бала киінгенше бір қатына балайын деп шөбіне барған. Қырсыққандай сол жолы артып келе жатқан шөбі ауып кетті де, соны қайтадан атқа артам дегенше біраз уақыт өтті. Асығыс адамның жұмысында береке бола ма? Өзен жағасына келгенде арқаны құрғыр тағы ағытылып кетті. Немересі болса арғы бетте күтіп тұр. Өзен жағасына таяу кедір-бұдыр тастың үстіне шығып алып, портфелін бұлғап, атасына айқайлап жан даусы шығады. Атасы да асығып, арқаны түспегір шатасып әбден әбігерге салды. Баланың шырқыраған даусына қарағанда жыларманға келген қалпы бар. Сол кезде ол арқанды да, пішенді де тастай салып, атына қарғап мінді де, өзенді кеше жөнелді. Бұл өзеннен өтудің өзі оңай емес. Ағысы қатты, суы мол, бәле ырық бере қойсын ба. Бері өткенше біраз уақыт алды. Шүкір, әйтеуір күзге салым суы аздау ғой. Жаз болса ат матыңмен алып кетсе, бітті шаруа. Өлдім талдым деп өзеннен зорға өтіп немересіне келсе, ол ебіл-себіл жылап тұр екен.
Атасына қарауға да шамасы жоқ. Кешігіп қалдым сабақтан деуге ғана шамасы келді. Шал еңкейіп немересін алдына алды да шаба жөнелді. Мектебі құрғыр жақын болса, бала алда қашан өзі-ақ жүгіріп кетер еді. Енді міне, қашан жеткенше зар еңіреп жылап келе жатыр. Шалда оны жұбатарлық дәрмен жоқ. Сол жылаған күйі мектебіне әкелді. Қоңырау соғылып, сабақ басталып қалыпты. Бірден класына ертіп кірді. Шал мұғалиманың алдында кешірім сұрап, бұдан бұлай кешіктірмеймін деп қайта-қайта басын изей берді. Әсіресе немересінің сабақтан сәл қалып қойғанына, сонша күйініп жылағанына өз-өзінен таңданды. Алла тағалам сені оқуға деген құштарлығыңнан өмірі айырмасын, деді ішінен шал. Бірақ осынша жылаған себебі не екен баланың? Осының кішкентай ғана жүрегінде жұрт сезбейтін бір қасірет бар-ау. Оны кім білсін? Бөрененің біресе ана басына, біресе мына басына шығып, бір жерге тіреліп қалмай тез жылжыса екен деп сотамен итеріп, қолымен ырғай жанталасып жүрген шалдың бар ойлағаны: япырмай, немерем неғып тұр екен? Болды. Оразқұл болса асыққан жоқ. Сол аттың сулығынан ұстап болдық дей берді. Асыққанмен әлі қанша, жағаға дейін біраз жер. Әрі шаппа жар. Қиғаштай ептеп жылжытпаса болмайды. Шал сорлының өтінішіне құлақ асып, немересін алып келгеннен кейін де үлгеретін дүние емес пе? Әттең, Құдай қуат бермейді. Әйтпесе осы бөренені иығына салып алып, машина келетін жерге бірақ түсірер еді. Сонда керегің осы бәле болса алып кет деп қас қаққанша бәрін бітіріп, немересіне тартпас па? Бірақ ол құдіретті кім берсін? Өзен жағасына жеткізгенше әлі қаншама жер. Содан кейін барып атпен тартып кешіп өту керек. Аттың өзі де әбден қалжыраған. Ол да кеудесінде жаны бар хайуан емес пе? Күні бойғы машақат мұның да титығына жетті. Өзеннен өтерде бөрене тасқа тіреліп, немесе ат сүрініп кетсе, нағыз масқара сонда болады. Құдайым содан сақтасын. Міне, енді қара терге түскен момын бөрене суға түскенде: ей мүйізді бұғы ана, қол ұшыңды бере көр, атты сүріндірмей мына бәледен аман өткіз, деді жалбарынып. Етігін шешіп иығына іліп, шалбарын тізесіне дейін түріп алды да, қолындағы сотасымен ағыстың ығына қарай бөренені ыңғайлай берді. Көз уақытында қанша мөлдір болса, сонша сүйек шағатын өзеннің мұздай суы төбе құйқаңды шымырлатады. Амал қанша, тағдырдың қай келекесіне көнбеген шал. Шалдың шыдамында шек жоқ. Мейлі, аяғы үзіліп түспес. Ертелек мына бәлені арғы бетке шығарып құтылса екен. Айтқандай-ақ өзеннің ортасына келе бергенде қырсық шалды да бөрененің бір жері тасқа кеп тіреліп қалды. Ат әрі-бері итініп, қозғала алмады. Мұндайда атқа шамалы дем алдырып барып тартпаса болмайды. Бірақ аттың үстінде отырған Оразқұл алды-артына қарамай өзі жылжи алмай қалжырап тұрған атты қамшының астына алды. Жан ұшырған жануар әрі-бері ұмтылды да аяғы тайып шоңқайып отыра кетті. Бөрене орнынан қозғалған жоқ. Мына мұздай суда аяғы ағаштай қатқан шалдың көзі қарауытып барады. Басы айналып кетті. Дүниенің барлығы астаң-кестең, төңкеріліп аспан құлап, орман көшіп бара жатқан сияқты. Шал әбден әлсіреді. Қарғыс атсын бүйткен бөренесін. Егер аздап кепкен бөрене болса, судан алып өту оңай ғой. Жаңа ғана кесілген зілдей бәле бұлардың айтқанына көнер емес. Мұндайда іс болар ма? Енді міне, суға тастай сіңіп барады. Ұрлықтың арты қорлық деген осы. Осының барлығы Оразқұлдың хайуандығынан. Ақыр беретін дүниесі болған соң, тым болмаса бір ай бұрын кесіп, шамалы дегдікпей ме? Жоқ, Оразқұлдың да өз есебі бар. Ойда жоқта инспекция келіп қалып, мынау ағашты кім кесіп тастаған десе не айтпақ? Сондықтан ол өз ұрлығын қас пен көздің арасында жасағысы келеді. Бүгін кестің бе, сол күні көзден жоғалт. Оразқұл атты бас көз демей сабалап, екі өкпеге тепкілеп, аузына келген боқтығын аямай, енді бәріне кінәлі шалдай-ақ, оны да сыбап,
Қаншама булығып буынып машақатқа түскенмен бөрене орнынан жылжыған жоқ. Жылжу былай тұрсын, қайта сіңіп барады. Шалдың да шыдамы таусылды білем. Осы жасқа келгелі бірінші рет үнінің ашулы үстем шыққаны. Түс былай аттан, деді жекіре жетіп келіп Оразқұлды ердің үстінен тарта беріп. Көрмеймісің, аттың шамасы келмей тұр ғой. Түс деген соң түс аттан. Аң-таң қалған Оразқұл үнсіз мойын ұсынды. Ол өзінің аттың үстінен етікшең суға қалай қарғып түскенін де байқаған жоқ. Осы сәттен бастап ол жынынан айрылған бақсыдай меңіреу үнсіз тілсіз қалды. Кәне, ал, бері еңкей, бері қарай, бері қарай. Момынның бұйрығы бойынша екеуі де сотамен демеп, бөренені орнынан сәл көтеріп қозғай берді. Неткен ақылды жануар десеңші. Ат соны сезгендей, сүріне қабына жұлқына тартып қалды. Бөрене орнынан аз ғана қозғалды да тайып кетіп қайта тірелді. Ат қайтадан жұлқа тарта берген кезде бойын билей алмай суға құлап түсіп, шылбырына оралып тыпырлай берді. Атқа бар, аттың басын ұста, деді момын шал Оразқұлды итермелеп. Азар дегенде екеулеп жүріп атты тұрғызып алды. Әрі шаршап, әрі тоңған жылқы қалш-қалш етіп зорға тұр. Босат, шешіп алып әрі шық. Неге? Босат дедім ғой мен саған, қайта жегу керек. Алдымен ер тоқымын жөндеп алсаңшы. Оразқұл бұл жолы да шалдың айтқанына үнсіз көнді. Ат жетектен босағаннан кейін жүгенді момын шал қолына алды да. Ал енді кеттік. Кейін оралармыз. Мынау ат та шамалы есін жисын, деді ол. Кәне, тоқта енді, деп Оразқұл шалдың қолынан аттың тізгінін жұлып алды. Ұйқысынан жаңа оянғандай болды. Өз бойын өзі жинап, баяғы қалпына түсті. Не деп бас қатырып тұрсың сен, шал? Бұл жерден аттап баспайсың. Мына бөренені қазір шығарып аламыз. Кешке көз байлана жұрт келеді. Атты бері әкел. Үн-түніңді шығармай жек мынаған, естіп тұрмысың? Момын тіл қатпастан бұрылды да мұздай сірескен аяғымен абайлай, ақсаңдай басып өзеннің арғы бетіне аяңдай берді. Әй шал, қайда барасың? Қайда барасың деймін мен саған. Қайда болушы еді, несі қайда? Мектепке барам. Онда менің немерем түстен бері күтіп жүр. Қайт дегесін қайт деймін. Шал құлақ асқан жоқ. Оразқұл атты жайына қалдырды да, момын шал жайпауыт қайыр тастарға шыға бергенде жетіп алды да, иығынан шеңгелдей ұстап өзіне тартып қалды. Екеуі бетпе-бет келді. Оразқұл ай-шайға қараған жоқ. Момын шалдың иығындағы керзі етігін жұлып алды да, құлаштап тұрып басқа бір, бетке бір салып-салып жіберді. Жүр енді, жүр дегесін, деді даусы қарлыға. Оразқұл шалдың етігін анадай жерге лақтырып жіберіп. Шал дымқыл құмның үстінде жатқан етігін барып алды. Бойын тіктеп жүре бергенде ернінен жылжып аққан қанды сезді. Көргенсіз, деді момын шал қан түкіріп тағы да етігін бұрынғыша иығына іліп жатып. Мұны айтып тұрған өмірінде тірі пәндеге сен деп тіл қатпаған момын, суықтан жаурап есеңгіреген мүсәпір шал, етігін иығына асып алып, қан жылап тұрған бейшара. Жүр енді. Оразқұл күштеп сүйрей жөнелді. Момын бар күшімен жұлқынып босанды да үнсіз кете берді. Қап сені ме, алжыған қақпас, саспа, көзіңе көк шыбын үймелетермін әлі, деді жұдырығын түйіп, кетіп бара жатқан шалдың артынан сес көрсетіп. Шалдың онымен ісі болған жоқ. Жалғыз аяқ жолға шығып, шөгіп жатқан түйенің жанына отырды да етігін киіп алып, жедел басып үйіне қарай тартты. Жан жағына алаңдамастан тура ат қораға кірді. Оразқұлдың арба шанаға жекпей мәпелеп, үстіне өзінен басқа шыбын қондырмайтын, сән салтанатқа мінетін бозбаласын алып шықты. Атты ерттеуге де мұршасы болмай жайдақ мініп алды да, өрт дегендей қорадан шыға шапты. Қайнап тұрған самауырды баса көктей терезе алдынан өте бергенде, сыртқа дүрліге шыққан шалдың кемпірі де, қызы Бекей де, жас келіншек Гүлжамал да шалдың бұл қимылы тегін емесін бірден сезді. Өмірі бұлар алабастың үстінде момынды көрмегенді.
Қораның ішін басына көтеріп шаба жөнелуі де оған ұқсамайды. Олар мүсәпір момынның тұңғыш көрсеткен сесі екенін сезген жоқ. Қартайғандағы бұл қылығының арты неге соғарын Құдайдың өзі білсін. Өзеннің кешпе тұсынан салт атты жетектеп Оразқұл келеді. Аттың алдыңғы аяғы ақсап қалыпты. Аулаға жақындай берген Оразқұлға әйелдер аңтарылып үнсіз қарап қалыпты. Оразқұлдың осы келе жатқанда жан дүниесіндегі аламан тасырды бүгін бұларға қандай қиғылық қырғын салатынын әйелдер сезген де жоқ. Етігі шылқылдаған су, шалбары малмандай болған Оразқұл аяңдап ауыр басып, әйелдерге жақындай беріп бәріне қабағының астымен жаман қарады. Әйелі Бекей жік жаппар болып: Оразқұл-ау, саған не болған? Тұла бойыңның бәрі су ғой. Немене, бөренеден айырылып қалдыңдар ма? Суға ағып кетті ме? Жоқ, оттама, деп қолын бір сілтеді де, мә, атты қораға кіргіз, деп жүгенді Гүлжамалға ұстата салды. Өзі есікке жақындай беріп, үйге кір, деді ол әйеліне зекіп. Кемпір де ере кірейін деп еді. Оразқұл оны табалдырықтан аттатқан жоқ. Кемпір, жұмысың болмасын, жөніңе кете бер. Не бар саған килігіп? Бар көзіме көрінбе. Саған не болған? Деді ренжіп кемпір. Не жау тиіп қалды? Шалдың кетсі анау. Араларыңда бірдеңе болды ма? Бар, өзінен сұра, деді Оразқұл. Үйге кіргеннен кейін Бекей байының киімін шешіп, үстіне тон жапты да самауырды әкеліп шай құя бастады. Тарт әрмен, деді Оразқұл қолын бір сілтеп. Онанда ішетін бірдеңе бар ма? Соны әкел. Әйелі басталмаған жартылықты алды да стақанға құйды. Толтырып құй, толтырып, деді Оразқұл бұйырып. Стақан толған арақты қағып салды да тонға оранып, кигізге жантая беріп әйеліне: Бүгіннен бастап сен маған қатын емессің. Мен саған бай емеспін. Барып тұр, жалтырат табаныңды. Бұдан былай сенің жүзіңді көрмейтін болайын. Бұл табалдырықтан аттап баспайсың. Жаның барда жоғал көзімнен. Бекей күрсініп кереуеттің шетіне барып отырды да баяғыша булығып көз жасын жұта жаймен: Тағы бастадың ба? Деді. Бастағаны қалай? Деді Оразқұл ақырып. Жоғал көзімнен. Бекей үйден шыға жөнелді. Сол өзінің үйреншікті зар-запыранына басып, бүкіл ауланы басына көтерді. Жаратқан Құдай-ау, мен сияқты шермендені неге туғыздың екен? Бұл кездері момын шал немересіне шауып келеді. Алаба қаншама жарау ат болғанымен, о жақ бұ жағы 2 сағаттай момын шал кешігіп жетті. Немересін жол үстінде кездестірді. Баланы мұғалима ертіп келе жатыр екен. Баяғы Оразқұл айтқан 5 жыл бойы бір пальтосы иығынан түспейтін белгілі мұғалима. Әбден шаршап, қалжыраған әйелдің қазіргі қалпы да онша көз тартарлық емес. Күні бойы атасын күтіп, жылаған баланың көзі ісіп кетіпті. Қолындағы портфелін қолтығына қысып алып, бейшара бір мүсәпір қалыппен мұғалимамен бірге келе жатыр екен. Мұғалима әйел шалға біраз өкпе айтты. Шалда үн жоқ. Аттан түсіп басы салбырап тыңдап тұр. Уақытылы алып қайтпайтын болсаңыз, баланы бұдан былай мектепке алып келмеңіз. Менен қайран шамалы. Өзімнің де 4 балам бар. Момын шал кешірім сұрады. Бұдан былай кешікпеймін. Шырағым, жағдай солай болды, деп тағы да уәде берді. Мұғалима әйел желсайға қайтты да шал немересін мінгестіріп алып үйге тартты. Атасының алдында отырған балада үн жоқ. Бірдеңе деуге шалдың да аузына сөз түсе қоймады. Қарның ашып қалды ма? Деді ол біраздан кейін. Қарным ашқан жоқ. Мұғалима апай нан әкеп берді, деді немересі. Неге үндемей келе жатырсың? Бұл сауалға да бала үн қатпады. Момын шал кінәлі адамша күлген болып: Апырмай, мұнша өкпешіл болармысың? Деп баланың басындағы кепкасын алып, айдарынан бір иіскеді де қайта кигізді. Бала бұрылған жоқ. Екеуі де үнсіз-түнсіз, жадау, жабырқау келе жатты. Жұлқына алыса тартқан алабасқа шал ерік бермеді. Жайдақ аттың үстінде қатты жүріс ыңғайсыз.
Енді асығатын не қалды? Болар іс болды ғой. Тізгінін қайта-қайта тарта берген соң ат та түсініп, жол-жорға бөкен желіске салды. Анда-санда бір пысқырынып, тепсініп қойып, қалыпқа түсіп алды. Шіркін, осындайда аттың үстінде жалғыздан-жалғыз келе жатып, өзіңмен өзің ыңылдап өлең айтқан қандай рахат. Адам жалғыз кезінде неше түрлі ән қозғап қиялға түспей ме? Өзінің өткен өміріне ой жіберіп, бір кезде сүйсінгенін есіне алады. Ақталмаған арманы көз алдынан өтеді. Кейде адам баласы қол жетпеген қуаныш, ұстатпай кеткен бақытына күрсіне, күйіне, телміре ой тастағанымен, соның болғанының өзіне іштей қуанады. Пенде деген қызық қой, неге өйтетініне өзі де түсінбейді. Шамасы адам мұның бәрін ойға алғанда өзінің кім екенін түсінгісі келетін болу керек. Жүрісі жайсаң жақсы ат, адамның жан серігі қашанда. Момын шал немересінің желкесіне қарап, оның қалқанқұлақ қылқиған мойнын зерлей, мұның жас басынан қаяулы өмірі есіне түседі. Басқа дүниемен ойы жоқ. Осы кішкентай ғана бейкүнә сәбидің тағдыры шалды көп ойландырады. Өз басынан өткен ауыр тірлік, азапты еңбек, қайғы қасіреттің бәрінен қалған белгі осы жұдырықтай бала. Мұның да бұдан басқа сүйеніші жоқ. Суға кеткен тал қармайды дегендей, көзінің қарашығы да, қолына ілінер талшығы да осы. Әйтеуір осыны аяқтандырып, халық қатарына қосса жарар еді-ау. Жаман айтпай жақсы жоқ. Ертең өзі көз жұмса, жанашыр маңында ешкім қалмаса, бұл бейбақтың халі не болмақ? Жүгерінің собығындай болып алып, осы бастан мінез көрсететінді шығарған. Бейшара несіне жетседі? Мұның халінде бетегеден биік, жусаннан аласа тірліктен басқа не бар? Анау Оразқол сияқтанғандар мұны иттің етінен жек көреді. Қолына түссе ақбөкеннің ылағындай қасқырша талауға дайын. Осылай келе жатқанда момын шалдың есіне әлгі әзірде көз алдынан жалт беріп, атыла жөнелген маралдардың бейнесі елестеді. Сол сәттегі қуанышы қайтадан есіне түсті. Адам таңданғанда қуаныштың не екенін де аңғармай қалады екен. Балам, мен саған бір жаңалық айтайын ба? Маралдар келді ғой, маралдар, деді атасы. Бала серги артына жалт қарады. Рас па? Рас болғанда қандай? Өз көзіммен көрдім. 3 екен. Олар қайдан кепті? Шамасы осы асудың ар жағынан келген-ау. Ол жақта да орман бар ғой. Мына күз жазға бергісіз болып тұр ғой. Асуда қар жоқ. Содан өткен-ау деймін. Жарықтық, бізге бір қонаққа келген болу керек. Енді олар қайтып кетпей ме? Қайдан білейін? Мекен ұнаса қалып қоюы да ғажап емес. Тек үркітіп алмау керек. Құдайға шүкір, жайылым деген жетеді. 3 марал түгіл мыңдап жатса да жер кең ғой. Баяғы мүйізді бұғы ананың заманында бұл маңайда марал деген үйір-үйірімен шұбырып жүреді екен. Мына жаңалықты естігеннен кейін баланың ашуы тарқай бастағанын, бағанадан бергі ренішін ұмытқанына мәз болған шал тағы да мүйізді марал жайлы әпсанасын бастады. Өзі айтып келе жатқан ертегіге өзі іштей сеніп, дәл осындай бақытты болу, айналаңдағының бәрінде бақытты ету қандай рахат деген ойға келді. Өмір бойы солай өтсең, міне, қазір дәл осы сағаттағы көкірек кернеген қуаныш толастамаса ғой. Әттең дүние, қазір ойлап кетсең көңіліңді мұң басады. Өмір деген қызық, бақытты болдым-ау дегеніңде қайғы қасіреттің қай жағыңнан шыға келетінін байқамайсың. Бұл да бір тағдырдың талқысы да. Міне, қазір немересін алдын алып, көңілі марқайып келе жатқан шалдың ойына кенет Оразқұл неғып жатыр екен деген ауыр ой түсті. Сорлы шалды қандай азап қорлық күтіп тұрғанын кім білсін. Айтқанын істемей кеткен шалға қандай сұмдық айып кінә тағып, не бұйырар екен. Оразқұл шалдың бүгінгісін тегін қалдырмайды. Әйтпесе Оразқұлдың Оразқұл болмағаны да. Бүгін қызының басына түсер ауыр тауқымет қайғыны өз басына келер қорлық балағаттарды ойламау үшін
Момын шал немересіне тағы да маралдардың киелі қасиетін, желдей жүйріктігін, сұлу сыпайылығын, мейірбандығын баяндап кетті. Баланың көңілі де жадырап сала берді. Әрине, қазір үйге келгенде қандай сойқанның үстінен шығары мұның үш ұйықтаса түсіне кірмейді. Атасының ертегісін тыңдап, алыс армандағы ғажайып дүниеге келе жатыр. Көзі жайнап құлағына дейін қызарып кетіпті. Ойпырмай, маралдар келген екен ғой. Атам өмірі өтірік айтпайды. Мүйізді бұғы ана бабаларымыздың жасаған кінәсін кешірген екен. Ең ақырында өзінің ұрпақтарына баяғы атам екен Ыстықкөл тауларына оралуына рұқсат етіпті. Бұл жолы келген үш марал, дейді атасы, жердің жағдайын білуге жіберілген өкілдер болу керек. Егер бұлар ұнатса, бәрі де ата мекенге оралады. Ата, деді бала шалдың сөзін бөліп, мүмкін мүйізді бұғы ананың өзі де келген шығар. Өйткені ол бәрінен ақылды, бәрінен естияр болғасын өзі көріп, көзі жеткен соң балаларын шақыратын шығар. Мүмкін, деді момын шал екі ұшты. Содан кейін іштей қысылып үндемей қалды. Тым тереңдеп кеттім бе? Осы балам шынымен-ақ менің айтқанымның бәріне құдайдай сенеді-ау. Мүйізді бұғы ана бұл баланың ойынша әлі тірі сияқты. Ал енді ол баяғыда өліп қалды деуге момын шалдың аузы бармады. Айтқанмен мұның сенетін түрі жоқ. Мүмкін балам, сол мүйізді бұғы ананың өзі шығар, кім біледі, өзі шығар. Ендеше оны біліп алайық. Онда ата, сол сіз көрген жерге барайық. Мен де көрейін де, деді бала. Ау, олар бір жерде мызғымай тұрмайды ғой. Тұрмаса ізін кесіп тауып аламыз. Бәрібір жүрген жерінде іздері қалады ғой. Үркітпей, шошытпай көреміз де қайтамыз. Сонда олар бізге адам баласы тимейтін болған екен дейді. Баламысың деген, деді шал мұртынан күліп. Әуелі үйге жетіп алайық, қалғанын көрерміз. Бұлар қорықтағы үйлеріне ауланың сырт жағынан келе жатты. Осы жағынан келгенде үйлердің өзі теріс қарап тұрған адам сияқты. Мелшиген үш үйдің ішінде не болып не қойып жатқаны белгісіз. Тым-тырыс. Аула ішінде де қыбыр еткен тірлік белгісі жоқ. Қаңырап тұр. Әлде бір сойқанды сезгендей момын шалдың жүрегі лүпілдеп қоя берді. Не болып қалды екен? Оразқұл тағы да сормаңдай қызы Бекейді таяққа жығып тастады ма? Кім білсін? Әлде мас боп сілейіп жатыр ма екен? Мұнша тым-тырыс бола қалғаны қалай? Ауланың ішінде тірі жан көрінбейді ғой. Әйтеуір тыйыштық болса, әлгі қарғыс атқан бөренені судан шығарып, Оразқұлсыз-ақ өзім реттер едім. Сол бәлемен байланыспай-ақ қояйын. Не қылса оғылсын, ерік өзінде. Есекке сен есексің дегенге ол мойындай ма? Деді ішінен шал. Момын ат қораға жақындай берді. Ал түсе ғой, үйге келдік деген осы. Деді шал алыс сапардан оралған адамша өзінің қобалжыған көңілін балаға сездіргісі келмей. Бала аттан қарғып түсіп, портфелін бұлғақтата үйге тұра жүгіре бергенде момын шал оны тоқтатып. Тұра тұр, бірге барамыз. Алабасты ат қораға кіргізіп болды да баланы қолынан жетектеп үйіне қарай беттеді. Сен балам байқа, деді атасы. Егер маған жекіріп ұрыса бастаса, сенің ісің болмасын. Тыңдамай-ақ қой ондайды. Ештеңеден қорықпа. Сен сол мектептен қалмауды білсең болды. Бұлар үйге келгенде жаңағыдай қауіптің нышаны білінбейді. Кемпір шалға біраз кінәлай қарап отырды да, астыңғы ернін тістеп алып, қолындағы көктеп отырған дүниесімен әуре бола берді. Атасы да кемпірге үндеген жоқ. Сол баяғы әлденеге сезіктенгендей қабағын қарс жапқан күйі сәл тұрды да пештің үстіндегі зерең табақтағы кеспені алып, нан турап, қасық салып баласымен екеуі тамаққа кірісті. Үн шығарған ешкім жоқ. Кемпір де бұларға қарамады. Оның әжімді сұп-сұр бетіндегі ашуды аңғару қиын емес. Бір сойқан болғанын бала іштей сезіп отыр. Бірақ қариялар бір-біріне үн қатпады. Осы бір ауыр үнсіздік баланы бір қорқынышқа бөлегендей ішкен асы тамағынан зорға өтіп отыр. Дүниеде тамақ ішкенде жұрттың үн-түнсіз,
бір-біріне сұстана сезіктене қарағанынан ауыр ештеңе жоқ. Мүмкін біз екеуміз кінәлі шығармыз, деді бала ішінен портфеліне қарап. Портфель терезенің алдында жатқан. Баланың жүрегі жылжып, терезенің алдына барып, өзінің портфелімен сыбырлай сөйлесе бастады. Сен бірдеңе білесің бе өзің? Атам неге сонша мұңайып отыр? Бұл кімге кінәлі болып қапты? Бүгін неге кешігіп барды бізге? Алабас атты жайдақ мініп барғаны қалай? Бұрын соңды мұндай болған жоқ еді ғой. Мүмкін орманда маралдарды көрген соң кешігіп қалған шығар. Мүмкін марал түгіл шайтан да жоқ шығар. Жалған жоқ боп шықса қайтеміз? Ойпырмай, ондайдың беті аулақ. Бірақ өзі айтқан жоқ па бәрінде? Егер атам екеумізді алдаса, ең алдыменен мүйізді бұғы ана ренжиді ғой. Тамақ ішіп болғаннан кейін Момын атасы балаға баяу үнмен: «Қалқам, сен аулаға шыға бер. Бір шаруа бар. Қазір маған көмектесесің. Өзім шығам», деді. Бала құлақ қақпай тысқа шықты. Табалдырықтан аттай бере кемпірдің шалға: «Сен қайда барасың?» деген үні естілді. «Ана бөренені әкелем. Бағана өзеннің ортасында қалып қойды ғой», деді Момын. Енді есіңе түсті ме?» деді айқайлап кемпір. «Есуас-ау, сен алжығанда бір шайнам ақыл болсайшы. Бар, ана қызыңның не болып жатқанын көр. Жаңа Гүлжамал үйіне әкелді. Сенің ол есерсоқ бедеу қаншығың кімге керек еді? Бар енді, кім болғанын енді өзі айтсын». Байы үйінен бұралқы иттей ғып қуып шықты. «Енді қайтейік, қуса қусын», деді күйініп Момын. «Сөзін қарашы, сен өзің кім едің? Қыздарың шетінен сайқал. Солардан қалған мына жетімек немереңнен бір әулие шығады деп жүрмісің? Жетісерсің. Осы үшін жек көрінішті боп нең бар еді сенің? Алды-артыңа қарамай алабасқа міне жөнелгеніңді айтшы. Ондай жүрек саған қайдан пайда болды? Арыстан әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл дегенді ескеретін күнің бола ма? Кіммен айқасып жүрсің? Ол сенің мойныңды тауықтың мойнындай бұрап алады. Сен шірікке ашу қайдан пайда болып жүр? Осынша ерлікті бүгін саған кім берді? Ана жүзі қара қызыңды бұл үйге ертіп келуші болма. Табалдырғымнан аттатпаймын». Бала қораның ішінде әрі-бері мұңайып жүріп алды. Үйдің ішінен кемпірдің айқайы келіп жатыр. Кенет есік ашып жабылғандай болды. Момын шал жүгіре шықты. Сейдахметтің үйіне беттей бергенде оны есіктің алдынан Гүлжамал қарсы алды. «Қазір бармай-ақ қойыңыз, кейін», деді ол Момынға. Шал абыржып тұрып қалды. Жылап отыр. Көк ала қойдай сабап тастапты. «Енді бұдан былай бірге тұрмаймыз. Кет» деп қуып шығыпты. «Бар қарғысты сізге үйіп төгіп жатыр. Бәріне әкем кінәлі деп маңдайын төбелеп отыр», деді сыбырлап Гүлжамал. Момында үн жоқ. Не айтарсың? Ең ар жағы іштен шыққан қызы да мұның жүзін көргісі келмейді. Оразқұл үйінде араққа батып жатыр. «Хайуанның аты хайуан емес пе?» деді тағы да сыбырлап Гүлжамал. Екеуі де біраз үнсіз тұрды. Гүлжамал жаны аши күрсініп: «Ертерек Сейдахмет келсе екен. Бүгін жету керек еді. Ана бөренені бірге шығарып көзін жойғандарың жақсы болар еді». «Бөренеде не тұр дейсің, шырағым?» деді Момын басын шайқап. Біраз ойланып тұрды да жанындағы немересіне қарап: «Айналайын, бар ойнай бер». Бала өз жөніне кетті. Сарайға барып жасырып қойған дүрбісін алды. Шаңын сүртіп өзінше мәз. «Жағдай онша емес», деді ол мұңайып дүрбіге. «Шамасы бәріне біз портфель екеуміз кінәліміз-ау. Басқа бір мектеп болса, портфель екеуміз сонда кетер едік. Ешкімге көрінбей жоғалып кетсек жақсы болар еді. Бірақ атам сорлы бізді іздеп зар қағады ғой. Егер біз кетіп қалсақ, сен ақ кемені кіммен қарайсың? Немене, мен балық боп кете алмайды дейсің бе? Сол кездері сен қарап тұрсаң қызық болар еді. Ақ кемеге менің жүзіп барғанымды көресің ғой, иә?» Бала пішеннің ар жағына шығып, жұрттан жасырынып дүрбісімен айнала қарап отырды. Өзі көңілсіз болған соң көп қарамады. Былайғы күндері қараудан шаршамайсың. Қоңыр күз.
түнерген күз орманы, анау биікте ақша қар, етегі болса алқызыл өрт. Қандай тамаша. Бала дүрбісін орнына апарып қойды да сарайдан бері шыға бергенде атқа ертоқымын салып, қамыт кигізіп жетектеп келе жатқан атасына көзі түсті. Ол өзеннің өткеліне қарай беттеп барады екен. Бала атасының соңынан ұмтыла бергенде мұны Оразқұлдың айқайы тоқтатты. Көйлекшең тон жамылған Оразқұл үйінен атып шыққан. Бет-аузының бәрі арам өлген сиырдың желініндей ісіп кеткен. «Әй, қақпас!» деді жекіре айқайлап момынға. «Атты қайда апарасың? Қайт бері, орнына байла. Сенсіз де шығарып аламыз. Жұмысың болмасын. Сенің енді бұл жерде барыңнан жоғың. Бүгіннен бастап қызметтен босаттым. Қайда барсаң онда бар». Атасы ызалы мырс етті де атты жетектеген күйі қайтадан қораға беттеді. Қас пен көздің арасында шал бұрынғыдан да қартайып, бұрынғыдан да кішірейіп шөгіп кеткендей болды. Сол тырып-тырып басқан күйі ешкімге қарамастан кетіп бара жатыр. Бала атасының бұл көрген жәбіріне шыдай алмай, көз жасын ешкімге көрсетпеу үшін өзеннің жағасына қарай жүгіре жөнелді. Жалғыз аяқ жолды еміс-еміс көреді. Өйткені көзінен жас парлап еш нәрсені аңғарар емес. Міне, өзінің жасынан тату, танық қасқыр, ерттеулі ат, танк, шөккен түйелері, бала оларға үндеген жоқ. Бәрібір бұлар ештеңе түсінбейді. Сол жатқан қалыптарынан басқа не біледі? Бала түйесінің өркешінен құшақтап, күңірене күйіне жылады. Көпке дейін өксігін баса алмай зорға дегенде тыйылды. Біраздан кейін басын көтеріп, көзінің жасын сүртіп, қарсы алдына қарағанда өз көзіне өзі сенбей мелшиіп қалды. Дәл қарсы алдында өзеннің арғы бетінде су жағасында 3 марал тұр екен. Кәдімгі марал, тірі, жаңа ғана су ішіп қанған сияқты. Ішіндегі үлкендеуі тағы да суға мойнын қойып сіміріп жатыр. Судың бетінен айнаға қарағандай өзінің шаңырақ мүйізінің көлеңкесін көріп, қызыға ма бас алмайды. Өзі қара бурыл, кеудесі есіктей бәрінен ірі. Басын судан жұлып алғанда жүндес ақшыл еріндерінен су тамшылап тұрды. Шаңырақ мүйіз еркек бұғы құлағын қайшылап балаға қадала қарады. Әсіресе мүйіздері де анадай жіңішке екі бүйірі шығыңқы ақ бұғы балаға бәрінен көп қадалды. Мүйізі шағын болғанмен сондай әдемі, әсем. Өзі мұндай сұлу болар ма? Баланың ойындағы мүйізді бұғы анадан айнымайды. Тостағандай көздері тұп-тұнық мөлдіреп тұр. Өзі жыл сайын құлындайтын мама биедей көнтерлі кең сауыр. Осы жалпақ бас, қалған құлақ баланы қайдан көрдім дегендей, бұғы ана ұзақ көз алмай қарап тұрды. Жасаураған көз жанары алыстан ұшқын шашып тұрғандай. Жұқа буалдырланып, танауынан шыққан демі де көзге жалынады. Оның қасында бер жаққа артын беріп теріс қарап тұрған мүйізсіз бұзауы талдық сабағын жұлмалап өзімен өзі. Оның еш нәрсемен ісі жоқ. Өзі сеп-семіз, жұп-жұмыр, сергек те қамсыз. Кенет жапырақты тастай беріп, секіріп түсті де, анасын иығынан қағып кетіп айнала ойнақтап, еркелей бастады. Мүйізсіз тоқал басымен бұғы ананың бүйіріне қасында. Мүйізді бұғы ана сол баяғы қалпы. Баладан көз айырмады. Бала тастың тасасынан бой көтеріп барлық дүниені түсінде көргендей демін ішіне тарта, екі қолын алдына ұмсына жайып, жағаға су бойына жақындай берді. Маралдар мұнан сескенген де жоқ. Сол бей-жай тұрған қалыптарында арғы беттен балаға қадалған күйінде. Астындағы дөңбек тастардан асыла аптығып шымырлай қайнап ағып жатқан көк, мөлдір өзен бұлардың арасын бөліп тұр. Әттең адуын ағып жатқан осы өзен болмаса, бала алда қашан барып маралдардың әукесінен, арқасынан сипап тұрмас педі. Маралдар құм қиыршық қайыр алаңда тұрғанды. Сол алаң аяқтала бере әрі қарай күздің қазан суығы шалған орман реңі қара қошқыл жалындай көз тартады. Одан биікте жарқабақтан басталатын сыңсыған қайың қарағайдың алтынмен аптағандай
Жалқын сары жапырағы жанардың жауын алады. Жыныс орман ұзақ өрлей отырып қарлы шың жабайы жартастардың алқымына барып тіреледі. Бала бір сәт көзін жұмды да қайтадан ашты. Әлгі көрініс қаз қалпында. Жалын жапырақты тоғайдың бергі етегіндегі алаңда атасының ертегісіндегі маралдар әлі тұр. Бұл не деген ғажап көрініс. Міне, олар бұрылды да бірінің соңынан бірі қаз қатар тізіліп орманға беттеді. Алдында ата марал, ортасында арда бұзау, ең соңында мүйізді бұғы ана. Ең соңындағы бұғы ана балаға бұрылып тағы бір қарады. Маралдар тоғайдың ішіне кіре, әрмен қарай жылжи берді. Олардың үстінен ағаш бұтақтары шайқалып, арқаларына алқызыл жапырақтар жауып барады. Содан кейін ол жалғыз аяқ соқпақ жолмен жар басына көтеріліп барды да тағы тоқтады. Баланың ойынша маралдар тағы да осыған қарағандай боп сезілді. Ата марал мойнын бір созып алды да мүйізін арқасына қайыра бауы деп мөңіреп қоя берді. Осы алып үн анау шың жартастарды жаңғыртып, бүкіл өзен бойын күңірентіп, ао деген жаңғырық бар әлемді басына көтерді. Сонда ғана барып бала есін жинады. Алды-артына қарамастан өзіне белгілі жалғыз аяқ жолмен үйге қарай жүгіре жөнелді. Жан ұшырып келеді. Аулада ешкімге бұрылуға мұрша жоқ. Ентіккен күйі есікті шалқасынан ашып, табалдырықтан аттамай жатып, «Ата, маралдар келді, маралдар, бәрі осы жерде жүр», деді жан даусымен. Еңсені басқан мұң хасіреттен есеңгіреп бұрышта үнсіз отырған момын атасы немересіне бір қарады да, мұның не айтып не қойып тұрғанына түсінбеген кісідей мелшиіп қала берді. «Немене сонша айқайлағаның? Келсе келген шығар. Әзір марал түгіл аспаннан әулие түссе де оған қарар жай жоқ», деді кемпір жекіріп. Бала үн-түнсіз далаға шықты. Ауланың ішінде тірі жан жоқ. Күздің аласа күні Қарауыл тауынан әрі асып, жалғаш жатқан жалаңаш жартасты тауға құлап барады екен. Қою суық сәуле тау жоталарын күмістей көмкере көлбейді. Батып бара жатқандағы шашыранды сәуле тау шоқыларын ғана шалады. Орман болса қарауытқан кеш құшағына еніп бара жатты. Салқын соқты қарлы шыңдардың жалаң желінің лебі келеді. Бала тоңа бастады. Тұла бойы түршігіп, тітіреніп қоя берді. 4 бөлімнің соңы жалғасы бар.